Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай керемет, сапалы етіп, ас үйімізге арналған наборды тігетін боламыз. Ол бізде әдемі салфеткадан тұрады. Салфеткаға арналған осындай әдемі колечко тігетін боламыз. Қасықтарымызға арналған куверт тігіп үйренетін боламыз. Сонымен қатар столымыздың сәнін келтіретін осындай керемет раннер тігетін боламыз. Ал ендеше достар, бастайық. Менімен бірге болыңыздар. Ал достар, ең алдымен жұмысымызды салфетка тігуден бастаймыз. Ол үшін бізге дак матасынан осындай тік төртбұрыш қиып аламыз. Бұның размері 45-те 45. Яғни тік төртбұрыш. Бұның біз шетін қазір әдемілеп өңдейтін боламыз. Жұмыс барысында көресіздер. Ең алдымен осы салфетканың шетін 1 сантиметрге, содан кейін 2 сантиметрге қайырып аламыз. Осыны барлығын қазір сызып аламыз. Төрт жағын осылай айналдырып өлшеп алыңыздар. 1 сантиметр, содан кейін 2 сантиметрге. 1 сантиметр, 2 сантиметрге. Осыны осылай теңестіреміз. Сосын барып, осыны үтіктейміз. Қайырып, міндетті түрде өлшегендеріңіз дұрыс, себебі жұмыстарыңыз өте сапалы шығады. Сол кезде, егер де өлшеммен жасасаңыздар, 1 сантиметр, одан кейін жанынан 2 сантиметр. Осыны төрт жағынан осылайынан қайталап шығамыз, достар. Мінекей достар, осылайынан төрт жағын астан 1 сантиметрге, содан кейін 2 сантиметрге осылай сызып аласыздар. Жұмыс барысында бұны қазір үтіктейтін боламыз. Алдымен шеттерін 1 сантиметрге үтіктеп шығасыздар, төрт жағында. Одан кейін барып келесі 2 сантиметрден осылайынан үтіктейтін боламыз. Барлық сызған жерімізді міндетті түрде үтіктеп аламыз. Келесі кезекте осы салфеткамызды байлап қою үшін осындай кольца жасаймыз. Матамыздан осылай тігіп, бұны осылайынан ішіне салатын боламыз. Оны қазір жұмыс барысында көресіздер. Мына жерде жиналып тұру үшін. Салфеткамыз осылайынан әдемі жиналып тұру үшін қажет болады. Бұның өлшемі 8-де 15 сантиметр. Одан кейін біз қасықтарымызды салып қою үшін куверт жасаймыз. Онда біздің еніміз 14 сантиметр, ұзындығы 70 сантиметр. Оны 25-25-тен бірінші бір бүктеп аламыз. Осылайынан 25-тен. 25 сантиметрден бір бүктейміз осылайынан. Содан кейін үстіңгі қалғанын осының үстіне әкеп бүктейміз. Бұны қазір біз қиғаш етіп қиятын боламыз. Мына жерде осылайынан бүктеп аламыз. Осы жерді қазір қиғаш қиып, соның үстіне осы полоскамызды тігетін боламыз. Әдемілік үшін. Қазір мына жерді бір 5 сантиметр етіп алып тастаймыз жанына. Осыны осы бұрышпен қосамыз. Осы жерге осы жолағымызды тігетін боламыз. Жұмыс барысында тағы да көрсетемін. Келесі кезекте біз раннерімізді тігетін боламыз. Осыларды тігіп алғаннан кейін раннердің ені 55 сантиметр, достар. 50. Сосын 55, ені толығымен 55, ал ұзындығын сіздер өздеріңіздің столдарыңызға қартай аласыздар. Мысалға столдарыңыз 1 метрден асса, соған екі жанына түсіп тұру үшін 25-25 сантиметрден түсіресіздер. Сонда сіздердің раннерларыңыздың ұзындығы шығатын болады, достар. Менің жағдайымда бұл дак матасының ені 1,8 ұзындығы, ал мінекей ені 55 сантиметр деп алдым. Енді осының бұрышын шығарамыз. Ол үшін екі бұрышын осылайынан әкелеміз. Тең ортасынан. Тең ортасын табасыздар. Содан кейін осы бұрышын осылай істеп алып, артығын қиып тастаймыз. Екі жағында бірдей қайталайсыздар, достар. Екі жағында үшкір етіп қиып алып тастайтын боламыз.
Бұны тексеріп алыңыздар. 27-де 5. Сонда дәл келеді. Мына жағда 27-де 5. Енді осы жерін алып тастаймыз. Бұрыштарын негізі раннерді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай істесеңіздер болады. Біреулері 3 бұрыш етіп жасайды, ұнағанына қарай. Біреуі немесе осылайынан тік 4 бұрыш етіп алдын қалдыра береді. 3 бұрыш етіп жасаған біраз әдемірек көрінеді. Ұштарына шашақ жапсырсаңыздар да болады. Дәл осылайынан екінші ұшында осылайынан қайталап қиып алып тастаймыз. Мінекей достар, райнеріміздің 2 бұрышын дайындадық. Енді осыны артына айналдырып, ішкі жағына осыны да дәл солайынан 1 сантиметрге, содан кейін 2 сантиметр етіп сызып алатын боламыз. Бұны да сызған жерімізден содан кейін үтіктейміз. Міндетті түрде ерінбей үтіктеуді ұмытпаңыздар. Ол сонда сіздердің жұмыстарыңызға әдемілікті береді. Барлығы аккуратно шығады. Мінекей достар, барлығын осылайынан сызып алдық. Карандашпен қараңыздар. 1 сантиметр, одан кейін 2 сантиметр. Дәл салфеткамызды істегендей етіп, дәл осылайынан сызып алдық. Енді осының барлығын үтікке барып, алдымен 1 сантиметрге, содан кейін барып 2 сантиметрге үтіктеп шығамыз достар. Мінекей достар, барлығын үтіктеп алдық. Қараңыздар, алдымен 1 сантиметрге, одан кейін барып 2 сантиметрге қайырып, осылайынан үтіктеп алдық. Салфеткамызды барлығын 4 жағын, содан кейін раннерімізді да дәл солайынан үтіктеп шықтық. Алдымен 1 сантиметрге, содан кейін барып 2 сантиметрге. Енді осының барлығын тігуге барамыз. Ал достар, алдымен салфеткамыздан бастаймыз. Ең алдымен мінекей осылайынан 2 жері теңескен жерін белгілеп аламыз. Дұрыстап 2 жерінен де мінекей осылайынан, және де екінші жағында да мінекей осылайынан белгілеп аламыз. Содан соң осы 2 белгіні бір-біріне қаратып қосамыз. Мінекей осы 2 белгіні осылайынан қосып аламыз да түйрейміз. Енді осы белгіленіп тұрған жерді бергі бетінен шығарамыз. Осылайынан сосын сол нүктеден мына 2 қиылысып тұрған нүктеге әкеп қосамыз. Мінекей осы қосқан жерімізден тігіс жүргізетін боламыз. Закрепканы міндетті түрде жасаймыз. Содан соң тігілген жерінен 2-3 мм жерде осылай артығын қиып алып тастаймыз. Сонда осы жағын ішкіне айналдырамыз ішіне. Бұрышын шығарамыз. Қараңыздар, сонда қандай әдемі бұрыш шығады. Дәл осылайынан 4 жағында қайталап шығамыз достар. Мінекей, қараңыздар, қандай аккуратный әдемі бұрыш шықты. Дәл солайынан қалған 3 бұрышында енді осылай қайталаймыз. Мінекей достар, 4 бұрышында тігіп алдық. Енді артық жіптерін алып тастаймыз да, осы 4 бұрышын түйреп аламыз, қозғалып кетпесі үшін. Мінекей осылайынан түйреп аламыз барлық жағын. Содан кейін барып, осының шетінен 1-2 мм жерден тігіс түсіретін боламыз. Ал енді осының шетінен 1-2 мм етіп тігіс түсіреміз.
Мінекей достар, қараңыздар, әдемілеп тұрып тігіп алды. Қараңыздар, қандай сапалы жұмыс шықты, барлығы аккуратно. Енді бұны тек үтіктеуіміз ғана қажет. Әзірге қоя тұрамыз. Енді біз осыған салфеткамызға колечко тігетін боламыз. Ол үшін екі бетін бір-біріне қаратып, осы жерден 1 сантиметр тігіс түсіретін боламыз. Міндетті түрде закрепка жасаймыз. Мінекей тігіп алдық. Енді осыны арғы бетіне айналдырамыз. Мінекей айналдырып алдық. Енді осыны дәл тігісті ортасына әкеп, бұны үтіктеп аламыз. Дәл осы кезде осы салфеткамызды да үтіктеп алсақ болады. Мінекей достар, салфеткамызбен жолақшамызды үтіктеп алдық. Енді осыны тігеміз. Ол үшін жанынан 1 сантиметрді жеткізбей, тігісті бергі бетінен түсіретін боламыз. Бір 5 мм қашықтықта түсіреміз тігісті. Артық жіптерін осы уақытта алып тастаймыз, салбыраватқан осындай. Мінекей достар, астынан тігіс түсірдік, қараңыздар. Енді үстіңгі жерін осы жерге бір қайырып, содан кейін тағы да бір қайырып, тігісті осы жанынан беретін боламыз. Мінекей достар, келесі кезекте кувертімізді дайындаймыз. 25-25 сантиметрде мінекей бүктеліп тұр. Енді осыны үстіне жатқызамыз. Мінекей қиғаш етіп бізде қиылып тұр. Ал енді бұл осының үстінде былай жатуы керек, достар. Ол үшін бізге бұны теріске айналдырып, осылайынан бір тігіс түсіріп аламыз. Мінекей тігісті жасадық. Енді осы тігісімізді осылайынан бергі бетіне айналдырып, осы жерлерін жақсылап түйреп аламыз. Содан кейін барып үтіктейтін боламыз. Әзірге осылайынан түйреп қойыңыздар. Мінекей түйреп алдық. Енді осыны 1 сантиметрге ішіне қайырып, бергі бетінен тігіс түсіреміз, достар. Осылайынан дүзу етіп қайырып аламыз 1 сантиметрге. Мінекей қайырған жерімізден енді тігіс береміз. Мінекей тігіс түсірдік, достар. Қараңыздар. Енді мына артық жерлерін алып тастаймыз. Бұлар бізге керек емес. Мінекей достар, тігіп алдық, әдемілеп, шетін барлығын өңдедік. Енді осымызды арғы бетіне айналдыруымыз қажет. Оны қалай айналдырамыз? Қараңыздар, қазір мен мына жерден бір түйреп алайын астынан. Енді бізге іш жағынан мына беттен толықтай тігіс жасауымыз қажет. Қазір түйреуіштерді мына жақ бетке ауыстырамыз. Ішіне айналдырдық. Енді мына жерде түйреуіштерді осылайынан қойып аламыз, достар, қараңыздар. Бұл үш жақ сонда. Енді бізге осы екі жанынан тігіс беретін боламыз. 1 сантиметр қашықтықта тігіс түсіреміз.
артық жіптердің бәрін қиып алып тастаймыз. Енді қараңыздар достар, тігіп алдық. Енді осыны бергі бетіне айналдырамыз. Жақсылап ұшын шығарыңыздар. Айналдырғаннан соң. Мінекей, осылайынан бір айналдырып алдық. Енді мынаны бергі бетін тағы бір айналдырамыз. Сонда үстіне ешқандай да артық тігісі көрінбейді. Барлығы аккуратно, әдемі, сапалы болып өңделеді. Мінекей, артық инелерді әзірге ала тұрамыз. Енді достар, осыны жақсылап үтіктеп аламыз. Мінекей достар, кувертімізді жақсылап үтіктеп алдық. Енді осыны қазір өлшейміз. Мінекей 11-5. Осыны примерно 2 бөлікке былайынан бөліп тігіс түсіретін боламыз қазір. 4-4 сантиметрден өлшейін. Ақырын көрінбейтіндей етіп сызып аламыз. Қатты баспаңыздар. Енді осының үстінен тігіс түсіреміз. Мінекей, әдемі сапалы кувертіміз дайын. Келесі кезекте раннерімізді тігеміз. Мінекей, бұл бұрышы бір-біріне қосылған. Мынау бұрыш деп ойлап қалмаңыздар, бұл жаны. Ал мынау астына түсіп тұратын бұрышы достар. Енді осы жерді екеуін салфеткадағыдай етіп белгілейміз. Түйреп аламыз. Осы белгімізді бергі бетіне шығарып, бұрышымен қосамыз. Енді осы қосқан жерімізден тігіс түсіреміз. Мінекей, тігіске 2-3 мм жеткізбей алып тастаймыз. Бергі бетіне айналдырамыз. Мінекей, қараңыздар, қандай әдемі сапалы бұрышы шықты. Дәл осылайынан екінші бұрышымызды да мінекей осылайынан тігіп аламыз. Мінекей достар, енді екі бұрышымыз дайын болғаннан кейін осының барлығын тағы да түйреп шығамыз. Осылайынан түйреп аламыз қозғалмасы үшін. Содан кейін тағы да шетінен 1-2 мм жеткізбей әдемі тігіс түсіріп, айналдырып, толығымен тігіп аламыз. Бұл екеуі бір-біріне шектелген жері, екеуі қосылған жері өте қалың болмайды. Сондықтан да бұның дәл мынадай ұшын шығармаймыз. Себебі бұл жерде көрдіңіздер ме, қиғаш бұрыш. Сондықтан да бұған қажет емес. Бұл жерді тігіп өтеміз. Мінекей достар, барлығын түйреп алғаннан кейін енді шетінен тігіс түсіреміз. Мінекей достар, раннерімізді барлығын
шетін әдемілеп обработка жасап алдық. Енді осының барлығын жақсылап үтіктеп, дастарханымызға төсеп, дастарханымыздың сәнін келтіреміз. Ал мінекей достар, керемет жұмысымыз дайын болды. Бұл сабақта сіздер әдемі салфетка тігуді, колечкасын тігуді, керемет осындай сапалы етіп раннер тігуді және де осындай қасықтарға арналған куверт тігуді үйрендіңіздер. Ал ендеше ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған өнерлі ана.